Саламатсыздар ма? Бүгін біз картошкадан тез әрі дәмді дайындалатын тағам жасайтын боламыз, көреміз. Бізге осындай кішкентай 5 картошка керек. Картошкаларымызды ашып дайындап аламыз. Картошкаларымыздың қабығын ашып дайындап алдық. Енді осындай үккіштен өткіземіз. Картошкамызды үккіштен өткізіп болдық. Енді қоя тұрамыз. Енді жуамызды алып сақтап турап аламыз. Және осындай тәтті бұрыш. Свежий болса, свежий пайдалануға болады. Бізде осындай замороженный. Енді осы жуамызбен тәтті бұрышымызды майға қуырып аламыз. Майымыз қызды, енді жуамызбен тәтті бұрышымызды жақсылап қуырып аламыз. Аздап тұз және қара бұрыш себеміз. Енді осындай аздап сырымызды тоже үккіштен өткізіп аламыз. Енді біз картошкамызды дайындап аламыз. Ол үшін тағы да біз картошкамызды кішкене тұздаймыз. Аздап. Және қара бұрыш. Және 2 жұмыртқа. Және ас қасықпен 2 қасық кукурузный крахмал саламыз. Және жақсылап араластырамыз. Енді осы табамызға дайындап алған картошкамыздың жартысын саламыз астына. Енді үстіне жаңағы күштен өткізген сырымызды саламыз.
және қуырылған жуамыз бен тәтті бұрышымыз. Тағы да сыр. Енді үстіне картошкамызбен екінші жартысымен жабамыз. Енді осы асымызды газге қойып, екі жағынан айналдырып пісіріп аламыз. Міне осылай бір жағынан 10 минут қуырып аламыз. Қазір екінші жағына ауыстырамын. Екінші жағына айналдырдым. Бұл жағынан да дәл солай 10 минуттай ұстаймыз газды және түсіреміз. Ал енді бисмиллах деп тамағымыздың дәмін көрейік. Міне іші осындай болған. Міне кесілгенде ортасы осындай. Ал енді ыстық екен. Ал енді дәмін көрейік. Бисмилlah. Өте керемет. Мучной неден жасамай, осындай картошкадан пайдалы жасасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Асымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар.